Жазушы Жүсіпбек Аймауытов Қытайдың соғысынан емес, саудасынан қорқу керек дегені рас па? Видеоны көріп алсақ. Қытайдың соғысынан емес, саудасынан қорқу керек деп Жүсіпбек Аймауытұлы керемет айтып қалдырған. Мәтін Аймауытов авторлығымен 2016 жылы ВКонтактеде намысшыл жастар парақшасында, 2017 жылы кейбір сайттарда да және 2021 жылы YouTube каналдарының бірінде жарияланды. Аймауытов Қытайдың соғысынан емес, саудасынан қорқу керек деп айтқаны қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Мәтін авторы Джек Лондон. Қате естіген жоқсыз, Джек Лондон. Жүсіпбек Аймауытов просто оның шығармасын қазақшалап, теңсіз телегей аттаныс деп аударған. Жоғарыдағы мәтін сол әңгіменің әр жеріндегі үзінділердің құралып, бұрмаланған. Кейбір тұсында мәтін құрылымы өзгертілген. Ал Джек Лондонның шығармасы 1910 жылы жарияланған. Ең алғаш рет Маклуриш журналында жарыққа шықты. Кітапта көрсетілген деректер ойдан шығарылған, жанры да фантастика. Аймауытов шығарманы теңсіз телегей аттаныс деп аударып, жаңа мектеп журналында 1926 жылы жариялаған. Сіздер де осы секілді ақпаратты қалай тексеруді үйренгілеріңіз келсе, комментарийға академия деп жазыңыз. Сіздерге жақында басталатын толықтай тегін курс туралы ақпарат береміз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып комментарий күтеміз. Келесі кездескенше.